көтереміз. Баспалдақпен. Балкон бар. Төбеге шығатын есік бар. Ассалаумалейкум қазақ елі. Бүгін бізде тағы бір түсірім. Алатау ауданында орналасқан микрорайон Борылдайда. Мына үймен сіздерді таныстырамын. Таныстырмас бұрын көшесін, ауласын таныстырып кетейін. Көшесінде жарық бар, су, свет барлығы бар. Бұл новостройка. Жаңадан соғылып жатқан үйлер. Мынау алдымызда тұрған көше. Бұл Сайына көшесі. Мына бағытқа қарай жүрген кезде Борылдайға қарай және де жаңа магистраль соғылып жатыр. Көшесінде тас төселген. Және үйді бастамай тұрып, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Алда бұндай түсірілім көп болу үшін сіздердің қолдауларыңыз бізге өте қажет. Үйге кірген бойда есіктің алдын бәрі толық брусчатка. Мынау алдымызда тұрған туалет даланың. Навес, турник, брусо, туалет. Және мына жақта бір бөлме бар. Бұл баня жағатын пеш. Үйдің шетімен таныстырып өтейін сіздерді. Жағында даладағы су. Есігінің алды толық асфальттанған. Мынау су ағары. Мына жағында кладовка. Темір есігімен. Мына жағында тағы кладовка. И 3 кладовкасы бар екен. Және үймен көрші үйдің заборының арасы 1 метрдей. Терезесі пластикалық. Және үйге кіретін бет осы беттен кіруге болады. Және де мына жақтағы времянкамен кіруге болады. Үйге времянка жағынан кіріп тұрып, және жағында өзінің кіретін есігі. Есігі темір есік екен. Төбесі натяжной потолок. Жанында газ бар. Қол жуатыны, пол, кафель. Және солға қарай бұрылған кезде бір бөлме бар. Летний кухня болады.
натяжной потолок. Полы линолеум, паровой чугунный, терезесі пластикалық, төбесі натяжной. Және келесі былай қарай кірген кезде киім шешетін орын. Полы кафель, мына жағында уже баня. Баняның өзінің туалеті бар. Осы общий туалет. Душевое. Және былай қарай парик. Және осында қарай жүрген кезде осы бетте кухня. Төбесі натяжной потолок. Стенасы обой. Полы кафель. Келесі кірген бөлме. Бұл үйдің холлы. Холлдан екінші этажға көтерілетін баспалдақ бар. Және екі есік тарайды. Мына жағында туалет. Ал мына бетте даладағы кіретін орын. Және оң жақтағы есіктен бастаймыз. Оң жақтағы есік. Туалет үйдің. Және мына бетке қарай өткен кезде бұл үйдің зал бөлмесі. Қонақ күтетін бөлме. Толық обойланған, төбесі гипсокартон. Паровой чугунный, терезесі пластикалық. Үй ауланың терезесі ауланың артына қарайды. Және осы залдан тағы бір бөлме есігі бар. Былай қарай өтсек, тағы бір бөлме тұр. Потолок натяжной, паровой чугунный, терезесі пластикалық. Келесі бөлме спальня. Төбесі гипсокартон, паровой чугунный. Және екінші этажға көтерілеміз. Баспалдақпен. Баспалдағы ағаштан жасалған. Екінші этажға көтерілген кезде кішігірім холл бар. Дивандарыңызды қойсаңыз болады. Және мына жақтан даланың көрінісі көріледі. Терезесі пластика, паровой чугунный, потолок гипсокартон. Және былай оңға қарай бұрылған кезде балкон бар. Төбеге шығатын тесігі бар.
Тағы бір терезесі бар. Осы беттен тағы бір көріністер көре аласыздар. Және мына былай қарай бұрылған кезде тағы бір бөлме. Обойымен, парабойымен. Полы ағаш. Мына жағында үлкен бір бөлме. Және парабойы чугунный. Екі терезеде екі парабой бар. Және төбесі гипсокартон. Мына жағында тағы бір бөлмесі бар. Обой толықтай. Егер үй ұнап жатса, төменде көрсетілген нөмірге хабарласыңыздар. Каналға тіркеліп, лайк басып отырыңыздар.